Саламатсыздар балалар, бүгін математикадан 3-ші сынып елдегі сабақ кетеміз. Сабақтың тақырыбы фигуралар салу. Және сен әртүрлі фигуралар салуды үйренесің. Сызғышты ежелден өлшеуіш құралы ретінде пайдаланған. Кесінділердің ұзындықтарын көз мөлшермен өлшеп көр. Дұрыстығын сызғышпен тексер. Бірінші тапсырмада А мен Б-мыздың кесіндінің ұзындығы 6 сантиметрге тең. Екінші кесіндіміздің ұзындығы 5 сантиметрге тең. Үйде өзіміз сызғыштың көмегімен өлшеп көреміз. Және кестеге қара, берілген мәлімет бойынша қандай фигуралар салуға болады. Аудандары бірдей, әртүрлі екі тікбұрышсыз. Аудан дегеніміз ұзындығы мен енінің көбейтіндісі. Яғни екі санның көбейтіндісі 18 шығу үшін бізде ұзындығы 9 болуы мүмкін, ені 2 болуы мүмкін. Екінші вариант, ұзындығы 18 болуы мүмкін, ені 1 болуы мүмкін. Үшінші вариант, ұзындығы 6 болуы мүмкін, ені 3 болуы мүмкін. Екінші, 24 сантиметр квадрат. Екі санның көбейтіндісі 24 шығу үшін ұзындығы 24, ені 1. Екінші, ұзындығы 12, ені 2 болуы мүмкін. Ұзындығы 8, ені 3 болуы мүмкін. Үшінші, 18 сантиметр квадрат шығу үшін ұзындығы 12, ені 1 болуы мүмкін. 6, ені 2 болуы мүмкін. 4 және ені 3 болуы мүмкін. Келесі тапсырма. Ұзындықтары төмендегідей кесінділер сыз. 32 сантиметрдің 8-ден 1 бөлігіне тең. Яғни 32-ні 8-ге бөлсек 4 сантиметр. 4 сантиметрлік кесінді сызамыз. Екінші, 9 сантиметрдің 3-ден 1 бөлігі. 9 сантиметрдің 3-ден 1 бөлігі 9-ды 3-ге бөлсек 3 сантиметрлік кесінді сызамыз. 10 сантиметрдің 5-ден 1 бөлігіне тең. Яғни 10-ды 5-ге бөлеміз. Бұл жерде 2 сантиметрлік кесінді сызамыз. Келесі, аудандары 16 сантиметр квадрат, 25 сантиметр квадрат және 9 сантиметр квадрат болатын шаршыларсыз. Ауданын табу үшін біз ұзындықтарын бір-біріне көбейтеміз. Яғни 16-да шаршының барлық ұзындықтары тең болады. 4, 4, 4. Яғни 4-ті 4 көбейтеміз, 16 сантиметр квадрат шығады. Бір-біріне қосамыз. 25 сантиметр квадрат 5, 5. 9 болатын 3 және 3. Осындай кесінділер сызамыз. Ұзындығы қызыл кесіндіден 2 есе артық кесіндіні тап. Оны дәптерге сыз. Қай кесіндінің ұзындығы көк кесіндінің жартысын құрайды? Оны дәптерге сыз. Яғни қызыл кесіндіден 2 есе артық. Бұл жерде А мен Б-ның ұзындығы 5 сантиметрге тең. 5 сантиметрге, яғни біздің күлгін кесіндіміз 2 есе артық. Қай кесіндінің ұзындығы көк кесіндісінің жартысын құрайды? Көк кесіндіміз, яғни 4 сантиметр, 8 сантиметр. Дәптерімізге жазып аламыз. Келесі, көп бұрыштардың қабырғаларының ұзындығын өлше. Олардың периметрін тап. Біз периметрді табу үшін барлық қабырғалардың ұзындықтарын қосып шығамыз. Бірінші қабырғамыздың кітаптан сантиметрмен өлшеп жазамыз. Яғни мына жеріміз 5, 2, 2, 3. Барын қоссақ 12 сантиметр. Енді екінші фигурамыздың ұзындықтары барлық 6 бұрышы 2 сантиметрге тең. 6-ны 2-ге көбейтсек, бұл да 12 сантиметрге тең екен. Үшінші кесіндіміз, мына жер 3 сантиметр, 3 сантиметр, 3 сантиметр. С пен П-ның арасы 2 сантиметр, мына жер 2 сантиметр. Яғни бұның барлығын қосатын болсақ, бізде барлық ұзындығы 13 сантиметрге тең екен. Дәптерлердің ортасынан С нүктесін белгіле. Циркульдің ұшын сол нүктеге қойып, радиустары төмендей шеңберлер сыз. Яғни 1 сантиметр. Радиус дегеніміз шеңбердің жартысы,
толық ұзындығы диаметр деп айтылады, жартысынан радиус деп айтылады. 1 сантиметр. Екінші кесіндіміз 2 сантиметр. Үшінші шеңберіміз 3 сантиметр. Төртіншіміз радиусы 4 сантиметр. Бұл төрт шеңбер центрлес деп айтылады. Яғни төртеуінің ортасы бірдей. Қай суретте симметрия өсі дұрыс салынбаған? Сол фигураны дәптерге сыз симметрия өсін сал. Б-да симметрия өсі дәл ортасы, мына жерде ортасы, Т-да ортасы. Қағазды бөктеген кезде бірдей дәрежеге түседі. Яғни біздің симметрия өсі дұрыс салынбаған тіктөрт бұрышымыз екен. Бізде бұлай немесе бұлай салыну керек еді. Келесі. Екі симметриялы фигураны дәптеріңе сыз. Мына үш бұрышты бұлай қосамыз, мынаны бұлай қосамыз, мынаны бұлай қосамыз. Немесе бұлай, немесе бұлай. Яғни екі симметриялы біздің үшінші сызбамыз екен. Өрнектердің мәнін тап. 10-шы тапсырма. 10-шы тапсырмада 3-ке 5-ті қосамыз 8, 8 жердегі 5-ім 40. Екінші 28. Үшіншіміз 29, мәні 29 шығады. Төртінші 38 шығады. Бесінші 39 шығады, мәндері. Мынауымыз 11 шығады. Келесі 11-ші тапсырма. Аудан өлшем бірліктері кестесін пайдаланып салыстыр. Біз өткен сабақтарда өткен болатынбыз. Сол кестеге қарап салыстырамыз. 8 метр квадрат, 80 дециметр квадрат. 8 метр квадратта 800 дециметр квадрат болады, яғни мынауымыз үлкен. 300 дециметр квадрат және 600 сантиметр квадрат. 300 дециметр квадратта 3 дециметр квадратта 300 сантиметр квадрат болады, яғни 600 сантиметр квадратымыз үлкен болады. 700 дециметр квадратта 7 метр квадрат, яғни 7 метрді айналдыратын болсақ 700 дециметр квадрат болады, яғни екеуі тең. Төртінші 40 дециметр квадрат 4 метр квадрат, яғни мынада 400 дециметр квадрат болады. 9 дециметр квадрат 90 сантиметр квадрат. 9 дециметр квадратта 900 сантиметр квадрат болады, яғни 9 дециметр үлкен. 300 дециметр квадрат 3 метр квадрат. Екеуі тең болады. 3 метр квадратта 300 дециметр квадрат болады. 6 метр квадрат 60 дециметр квадрат. 6 метр квадратта 600 дециметр квадрат болады, яғни 6-мыз үлкен. 4 дециметр квадрат 900 сантиметр квадрат. 4 дециметр квадратта 400 сантиметр квадрат болады, яғни 900-мыз үлкен. 800 сантиметр квадрат 8 дециметр квадрат. 8 дециметрде 800 сантиметр квадрат, яғни екеуі тең деген сөз. Келесі, төркөздің ауданы 4 сантиметр квадрат. Фигураның боялған, боялмаған бөліктерінің және толық фигураның ауданы тап. Бізде бірінші толық ауданы табамыз. Мына жерде мына бірінші фигураныкі, мынау екінші, үшінші және төртіншіміздің толық ауданы көрсетілген. Мынау 6 дегеніміз боялған, 14 дегеніміз боялмаған бөліктің ауданы. Мынау 20 дегеніміз толық шаршының ауданы. Боялған, мынау боялмаған. Боялған, боялмаған. Боялған, боялмағанның ауданы. Бірінші тұрғанның барлығы толық фигураның ауданы. Өте түсінікті деп ойлаймын, дәптерге мұқият жазамыз. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.